Иық ауруы туралы айтқым келіп тұр. Иық мына қол көтертпейді, артқа жетпейді деген сияқты. Мына қолдың бәрі артқа жетпей қалады ғой. Сондай адамдар маған көп келеді, көп кездеседі. Ал енді иық ауруы біреулер жазады. Сайрап сөйлей бермей, емін айтпайсың дейді. Көкем-ау, сен емін үйде қалай жасайсың? Соны айтшы. Қалай жасайсың? Мен айттым, жарайды. Айтқанды жасау мүмкін емес. Иық ауруы өте ауыр. Өте мына иық деген, мынау кәдімгі бүйтіп түгел міне айналады. Түгел айналады. Бір сустав бар, түгел айландырасыз. Ол осы ғана суставыңыз сіздің түгел айналады. Мына иық, міне көрдіңіз бе? Артқа да, алдыға да міне маған кішкене мешет етіп тұр, айналады. Оны бұның ішінде сіңір де бар. Бұның ішінде жаңағы нервтер де бар. Бұның ішінде жаңағы жан-жаққа айналып тұратын жаңағы ішінде мына еттер, сіңір еттер дейміз ғой, кәдімгі суқажилдар. Соның барлығы бар. Сондықтан оның суқажиліне сіңіріне суық тиді ма, жоқ әлде ішіне капсулына суық тиді ма, капсул ісініп кетті ма, я болмаса ішіне сарсу жиналып кетті ма, әлде ұстап тұрған нерв па, оны ара-жігін білмейінше ең қиын ауру мына иық. Мына иық ең қиын емделетін организмнің түрі, сүйектің түрі. Сондықтан сіздер 90 жерден айтса да үйде емдей алмайсыздар. Бұның емдеп үйренген адам ғана мәнісін біледі. Мен оны тәжірибемен емдеймін. Өзім тәжірибемен. Ал енді айтпайсың біледі. Айттым, не істейсің? Түк істей алмайсың оны. Емдей алмайсың. Мысалы, көп келеді маған. Осы ауруларда маған алдыма өте көп келеді. Ол укол салдыр, біреу айтады, маған әңгіме айтады. Укол салдырдым, физлечение алдым, түк болмайды. Әрине түк болмайды, оның мәнісін білмей тұрсың. Оның тура қай жері ауырғанын білмей тұрсың. Мына иықтың қай жері ауырғанын, жаңа мен айтқан бөлігінің қай бөлігі ауырып тұрғанын білмейсің. Сондықтан иықпен ойнамаңыздар. Иықты ешқашан емдей алмайсыздар. Рас, физкультура керек, жаттығу керек, ал бірақ қатты обострение беріп тұрған кезде жаттығу істей де алмай қаласыз. Жаттығу тұрмақ, мына қолын артыңызға киіміңізді кие алмай қаласыз. Көйлектің жеңін кие алмай қаласыз. Сондай жағдайға дейін барады. Сондықтан иық ауруымен ойнамаңыздар. Иық ауруының түрлі себептері. Тіптен мойнынан да иық ауырады. Мына мойнын сүйекте протрузия болса, қисайған болса, я болмаса грыжа болса, ол да сіздің қолыңызды ауыртады. Иығыңызды мына ауыртады. Сондықтан оны тікелей келіп тексерілу керек. Оның өзін емдегенде, жаңа қалай емдейсің дейтін болсаңыз, мына иықтың ішіндегі қай жері ауырып тұр, соған қарата емін аламыз. Оның ішін тазалаймыз. Ішін тазалау керек болады. Содан кейін барып, ары қарата неше түрлі ем түрлерін 7 күн, 8 күн бойы істейтін боламыз. Мінекей иық ауру туралы сізге осыны мен ескерткім келеді. Иық ауруды үй жағдайында ешкім емдей алмайды. Тағы да ескертемін. Емдейміз деп құртып аласыздар. Ыстық басасыздар, оның ішіндегі жаңағы сарсуы, жиналған ірің суы көбейіп кетеді. Сондықтан ыстық басуға да болмайды. Ал енді бұл аурудың емін іздесеңіздер, маған келсеңіздер болады. Бұл ауруға тек қана келу керек, келіп емделу керек. Бұл өте қиын ауру. Соны сіздерге ескерткім келеді.